Кеттік шапалақта. Айнұр ортаға шақты десеңіздер, той ұйымдастырып атқан аға әпкелерінің өтініші бойынша әкеміз бен анамызды көп мазаламай қой, той иесінің орнына құрметті қонақтар осы Дәулет пен Айнұр келіндеріңіз жүрсін деген ниет білдіріп жатыр. Дәке қош келдіңіз, той қуаныш құтты болсын. Енді қарашы, дәке, ағайын туыс, дос жаран, құрбы құрдастар, замандас сырластар, ауылдан келгендер бар, ұзынағаштан бар. 186 адам мен санап шықтым. Осы 186 адамның көңіл күйін сұрамастан бұрын, дәке, өзің көңіл күйін қалай? Жақсы. Точно ма? Дәке, действительно, шынымен көңіл күйің жақсы болса, бір күлші. Күлгені қайсы, тұрғаны қайсы түсінбейсің. Жеңге қош келдіңіз, көңіл күй қалай? Жақсы. Жақсы. Енді дәкең мен жеңгемнің көңіл күйі жақсы екен. Енді Дәулет пен Айнұрдың шаңырағындағы тойға келген құрметті қонақтар, көңіл күйлеріңіз қалай? Құрметті қонақтар, көбісі ойлап отыр. Бүгін әулетте бір ғана қуаныш деп. Мен әр тойға келген сайын той иесі жайлы информация жинаймын ғой. Арухан мамамның айтуы бойынша көбісі білмейді екен. Бүгін бұл шаңырақта екі қуаныш ардақтағандар. Бірі Еркебұланның сүндет тойы болса, екіншісі Дәулеттің сүндеттелгеніне 35 жыл екен бүгін. Әдей екі сүндет тойды қосып істеп күшті қуаныш болады екен. Сонда былай істейік дәке. Мына тойда өз көңілімізді өзіміз көтермесек, біздің көңіліміз сырттан келіп ешкім көтермейді, дұрыс па? Кім келеді әзерге? Сондықтан былай істейік, жүріңізші. Жүріңіз. Дәке, дұрыс па дәке? Өмірде де осындай ма дәке? Былай істейік, дәке, биге қалайсыз? Қалай. Алла сабыр берсін сізге. Или халал той деп настроениең болмай жүр ма сенің? Өз айтымда халал қылып жасайық деп, сонда былай істейік. Бір тамаша өлең қойып берейік. Сол өлеңнің ырғағымен менің әкем мен анамның шаңырағындағы тойға қош келіңіздер деп, ортаны бір айналып аман есен қайтып келсең болды дәке. Соның өзі бізге жеткілікті. Дайынсыз ба? Билеу керек па дәке? Келісіп қоя. Ал аласа қарсылайық алдарыңызда. Бүгінгі тойымыздың той иесі. Өздеріңіздің ұлдарыңыз, қарсы алыңыздар, алдарыңызда Геннадий Головкиннің тренері, Серік Сәпиевтің нағашысы, Қазақстанның спорт шебері, енді өзінің айтуы бойынша еді. Олимпиада ойындарының екі дүркін жеңімпазы жететін шығар, екі дүркін. Қарсылайық алдарыңызда бокс, таэквондо, дзюдо, айкидо, қазақша күрес, еркін күрес, қол күрес, керлинг, жүгіру, ет жеу, көкпар, ешқайсысына қатыспаған жүре беру не кезінде? Или қатысқан бедің? Қатысқан той иесі Дәулет ұлдарыңызда билеп басып. Билегенің ба? Билегенің осы ма? Дәулет қалай биледі? Міне, жемқорлық осы жерден бастап, құрметті қонақтар. Дейтіндей билеген жоқ қой, әйтеуір аман есен барып келгеніне шүкір, Құдайға шүкір. Так, менің білуімше, дәке егізіңіз бар, иә? Қайсысы менің өзіме қызық болып тұр? Кең? О, Алла! Құдайдың шеберлігін қараңыздаршы, қалай, иә? Егіздерді біреуін әдемі қылып, екінші дәке қош келдіңіз. Әйел адам әдемі болса, соның өзі жеткілікті емес пе, иә? Ішіңіз пісіп кетті ма, халал тойдағы сияқты? Кеңіз. Қандай күшті. Мама қайда? Мама келе қойыңыз. Кеңіз, мама. Естіп атсыз ба, сізге қалай шапалақ ұрып атқанын? Естіп атсыз ба? Анамыз бен келінді ортада
билетпей қояйық, мама, иә? Былай істейік, мен қанша дегенмен бұл әулетке келін ғой, ардақты ағайындар, сондықтан да біздің әулеттегі шаңырақтағы тойға қош келіңіздер деп бір сәлемін салып қойса, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын мен өз басым, иә? Сәлем салады ғой, иә? Саласың ба? Сәлем салып жүр ғой сәлем, иә? Салама? Сәлем салғаннан қайтып тұру керек, білесің ғой, иә? Сәлем салған күйінде қалған жүрме құрсын. Ал, ой, асыққа ой. Шыннан сала көрінер ме? Ал, оларса Әділхан әкеміз бен Арухан анамның келіні Айнұр келіндеріңіздің сәлемін қабылдай бардық. Мама шек күшті. Енді құрметті қонақтар, бүгінгі тойға мен өзім таң қалыппын. Осы ағашта бірінші рет деп ойлаймын. Бүгінгі тойда приздарды қарасаңыздар, құрметті қонақтар, телевизор, массаж для ног, вообще ұйқас жоқ екеуінде былай қарап тұрсаң. Тифаль, өңкей бағалы сыйлықтар алыпсың, арнайы. Бұл сыйлықтар сіздер ойлап қалмаңыздар, құрметті қонақтар, Алтын Орда болмаса Байғоқта сатып алып деп. Бұл сыйлықтар құрметті қонақтар импортный. Қарғостан алдырдық. Остой үшін. Біз емес пе, иә? Неге сен өзің қажеттісің? Қарағып тастан күн. Сақтан ба? Үшан өзім жерлесмегенсің ғой? Мен де қожелінемін ғой? Бар мен олай ау? Бар ғой, қожелінен алып ғой? Мен сол жақтың ардақты ағайындар. Бүгінгі тойға арнайы Қарақалпақ астаннан келгендер бар ма? Арнайы сіздер үшін бүгін телевизор ойнатамыз. Дұрыс па? Әйтеуір үйіңдегі тұрған телевизор емес па? Ескі? Алда ремонт жасап деп естіп едің ғой сен? Ескі телевизор бербесе, ойлашы. Істемей қалған. Бұрынғы черно-белый, көк. Пульті жоқ. Ондай емес, күшті сыйлық. Сол емес, бірақ соны енді кешіміздің бастамасында бір күшті ойын ойнатайық. Сіздер жайғаса беріңіздер, маған дәулеттің өзі ғана керек. Дәулеттің өзі ғана. Қазір ортаға шыққан қонаққа сыйлықтарды өзің беріп тұрасың. Келісіз қой, иә? Достарың, класстарың коллективін шығып атса, яққа игрушка бір неке бере сал. Сенің ғой, достарың бар, ренжімейді, не де берейінші олар. Ағайын достар шықса, уже орташа сыйлық беріп. Сенің ғой. А вот қайын жұртың шықса, қандай сыйлық бересің? Күшті ба? Қайын жұрт болып кеткен, сразу беріңіз. Қайын жұрт шыққан кезде күшті сыйлық бересің, иә? Қайын жұрт десе ғана күледі мынау жігіт. Дәулет. Қайын жұрт. Әне, пожалуйста. Әйтсе өз тойын настырген жүр. Былай істейік. Құрметті қонақтар, кешіміздің бастамасында сіздер көп әуреге салып мазаларыңызды алмай қояйық. Күнделік тойда көріп жүрген ойыннан бастайық. Қазір біз деген қазақ еліне, жеріне танымал әндерді бүгінгі тойымызда бір қазақи нақышта басталды ғой. Сол қазақилығымыздан ауытқымай, домбыраның үнінен салып жасыратын боламыз. Қандай ән екенін кім табады, ортаға шықса, Дәулет өз сыйлық беріп тұрады. Келісіз қой, иә? Күліп тұршы екен. Күлкісінің өзі қандай күшті. Кеттік, бірінші ән, қандай ән? Өте оңай ойын, құрметті қонақтар. Жібер, маэстро. Келіңізші, үйрен шығайық.